Assalomu alaykum. Bugun meniki bozorga kelib qoldik. Bozorda mashinada odamda boshliq сияқты hozir ko'rik. Qanchalik sotuvchilar, sotib oluvchilar bor ekan, mashinalarning бағаларын birga ko'rik. Mana Mercedes'ni ko'rib o'tik. Ne deb turganini bastaymiz Mercedes'ten. Sirtqi kuyi birinchi ko'rib olamiz. Aldı artı canın degendey. Biraz qarayıq бағасын. Başqasında Gülükün var. Kızım var. Bugün üçümüz geldik. Ne Gülükü? Дәғо. Так 95 жыл екен. 2'de 8 объемы 2 миллион 700 мың дейді. 95 жылғында 2 миллион 700 мың деп тұр. Мерседес жағдайы мынау. Міне Gülükü? Audi 92 жылғы 2 миллион 100 деп тұр. Бұл баға осындай болып жатыр. Көрейік тағы да басқа машиналарды қанша деп жатқандарын. Жан жағынан қарағанда есік жабық тұр. Осы жағдай. Audi ше. Audi болып кетті ме? Ана жерде Audi Mercedes, Audi'ді көрсетіп кетейік. Al dit. Bu da 2,5 değil. 2,5? Жылы? 94. Пробег 350 мың дейді. Salon panelleri. Böyle taptaza. Taptaza alıp koygan eshiklerimni. Қазір айналып өтейік. Құрметті көрермендер, айтып өтейін. Ескі көліктерді көрсетіп жатыр деп сөкпеңіздер. Бұл базарда именно осы қатар осындай арзан көліктер, ескі көліктердің қатары. Яғни арзан қатар деп аталады. Алдағы видеоларда жақсы дұрыс көліктерді көрсетеміз. Audi 100 дейді, S4 дейді, 94 жылғы дейді. Механика, объем 2'de 6, телефон жазылып тұр. Пробег 350 мың деп қояды, онысы қате болар енді. 94 жылғы. Осы Audi'nin жағдайы. Nissan. Әртүрлі машиналарды көрсетейік. Так, біздің басқа да видеоларымызда, каналымызда бар, дұрыс жақсы машиналар да бар. Осындай ескі машиналар да бар, бәрін қарасаңыздар болады. Мына Nissan Primera. Автомат дейді, объем 2 дейді, 94 жылғы дейді. 2 миллион 300 мың дейді оны. Телефон көрінбей қалды дейді. Телефоны мінеки салонын көрейік бірден. Салонда не деп тұрған. Так, мына есігі міне. Ішкі жағдайы. Бәрін тазалып қойған. Жағдайы осы бұл Nissan Primera'ның. Айналып шығайын. Арзан көлік керек болса мінекей. Қазір бағасын айтамын. Бірінші жағдайын көрсетіп алайық. Іші сыртын айналып алды артын дегендей. Мінекей іші жағдайы. Қазір білеміз бағасын бар. Жылын бағасын бәрін білеміз. Бұл бағасын арзан. Ау! Не ғой? YouTube қой, YouTube. Сіздікі ма мына машина? Біздің каналға ма? Молодец, рахмет. Түсіреміз қазір. Мына көрсетіп алайын, Mazda. Mazdaның жағдайы алды, арты. Салон керек екен бұған. Қалай салон? Салон красотыйға бару керек. Салон красотыйға бару керек пе? Бояндыру керек пе? Иә, Gülükü сен соны айтып қой, не істеу керек екен. Сырты сондай болып тұр енді. Деп тұр ма? Қазір көреміз қанша деп тұрған, қанша беретін. Жылын бәрін көрсетейінші. 91 жылғы объем 2, механика 660 мың деп тұр. Ал арзан көлік керек болса осы. Қазір есі үшші жүрген сияқты қазір білейік. Ағам, сіздікі ма? Сіздікі ма? Қанша деп тұрсыз? 650. 650 деп тұрсыз. Так, шауып тұр ма, жүріп тұр ма? Жүрмезе қалай келем дейсіз ғой, дөңгелегі мынандай екен. Средний. Ремонт керек пе? Кузов. Косметика. Косметика керек пе дейік? Мотор бәрі жақсы ма, қата ойы бәрі? Нешеге бересіз? 550'ge берем.
550'ге берем дейді. Так, 500'ге де болып қалады ғой. 500'ге де болады, 500'ге де болады дейді. Бәрін көрсетіп шығайын. Мінекей. Мынау Mazda. Енді косметика керек дейді. Гүлкен дұрыс айтты өзің, косметикаға апару керек. Ал дейді? Салонға. Салонына апару керек. Ал 500'дің көлігі болсын. Мына жерде Mercedes пенен Honda тұр. Мына Mercedes-тен бастайықшы. Түсі әдемі екен, ерекше түсі екен. Мына боядыңыздар ма? Өзінің цветі осы ма? Родной цветі осы ма түсі? Так, көрейік. Mercedes 124 дейді. 89 жылғы, объем 2.3, автомат. Так, 1 400 деп тұр. Срочный сатам дейді. Саудасы бар дейді. Телефон жазылып тұр. Так, 100-ге 10-13 литр жейді дейді. Задний привод дейді. Титан диск дейді. Так, қазір көріп шығайық, айналып. Жағдайын көріп алайық бірінші, сосын қазір білеміз. Қалай екен үшін бәрін көрсетіп шығамын қазір. Багажы. Багажы екен. Так. Түсі басқаша екен шынында. Салон көрейік. Салон енді осындай екен, 89 болғасын енді не сұрайсыздар. Салон осындай болады панельдері. Я. Так, есіктер міне, так, жағдай былай. Айдап көру керек қой енді, есік болғасын, не ма? Сұрау дейсіз да? Не дейді, ауыстыратын бар ма? Бірдеме ауыстырасыз ба? Сату мәте ақсыға ма? Сұрау үшінде қанша? 1.200.000-ге дейді. Мына нөмірге саудаласып көресіздер. Сұрау үшін сатам деп тұр, ал осындай ескілі Mercedes дегендеріңіз болса, қабарласып көріңіздер, тағы да саудаласып. Мынау да сіздікі де Honda. Бұл Honda да сол жігіттікі. Так, көріп шығайық. Не деп тұрғанын? Мынау немен? Неше адамдық? Кәдімгі 5 адамдық қой да? 5 адам томпиған қызық екен. Газ бірек. Бірақ рөлі оң жағында. Қазір көрейік іштерін. Ішінде адам отыр екен санатса. Кондер бәрі жасап тұр. Жақсы. Багажы қандай? Багажы мынандай екен. Багажы бір ғана басқа машиналарға қарағанда кішкене кеңдеу сияқты. Так, осы. Так. Қазір бағасын білейік шал. Неше? Қай жылға? 98 дейді. Объемы 2. Автомат коробка. Полный привод, airbag дейді. Сигнализация, круиз контроль. Бәрі бар ма не мынаның не? Қойш. Холодильникте бар дейді даже. Қанша? 3 миллион? 3 миллион деп тұр. Саудаласы болады мына нөмір. Ана екі нөмір бірдей ме жазылған? Осы нөмірге хабарласып саудаласуға болады. Бәрі жасап тұр дейді. Не керек? Қандай не істеу керек? Ештеңе істеп береміз дейді. Бәрі дайын тұр дейді. Ал жаңа нөмірге хабарласасыздар. Мына Toyota'ны көрсетейікші. Не деп тұрған? Toyota неше мынау? Неше Toyota? Десятка. 10-дық. Toyota 10-дық. Білмегесін сұрап алып жатырмын ғой. Кейбір машиналар танымай қаламын негізінде. Оны мойындаймын. Так, жағдай мінеки десятканың. Так, жайықпей. Шектерімнің. Панелдерін көрсетейінші. Панелдерін. Жуылмаған бар еді. Істемеген? Жуылмаған. Бірақ сасы шығар. Жуылмаған? Жуылмаған енді ішіне. Бірақ жуыла келіп қойғанда күшті болып тұрады да негіз. Көрсеткен кезде приятный. Так, состояниесі жақсы дейді. 92 жылғы, объемы 2.2, 2.300.000 сұрап 78, 121, 94-20. Осы нөмірге хабарласасыздар. Орыстың көлігін көрсетіп кетейік. Кім мынау? Кім деген? Орыстың көлігі өріктеуге келмейді, бірақ көлік сияқты болып тұр екен. Көрейік. 14 2012 жылғы, объем 1.6, 1.700.000 сұрап тұр. Телефон нөмірі жазылып тұр. Тәтеңнің машинасы сияқты ма? Нешінші жылғы дедік? 2012 жылғы екен. Я, 2012 жылғы 14-тің. Жай-күй осы, бағасы манағыдай көрсеттім. Сыртын көрсетіп жатқан малдарды. Есік ашық тұр екен. Көрейік. Ішкі жағдайын көрсетіп. Міне, панелдер. Есігі керек пе? Есігі міне деп қойын. Осындай
Ne oldu Gülüke? Sen ана нелерің подписчиктерің Нива көрсетші, аға жеңге Kayıp ol. қайта жазып Var mı? жатыр. Нива көрмей жатыр енді, болса түсіреміз Ниваны. Niva'nı gösteririz. Тағы да бірдеңе деп айтып еді, мен ұмытып қалдым. Келесі videoda gösteririz Niva'nı. Қараңыздар. Жібере алмаңыздар. Болып жатса бірақ та. Міне Volkswagen Golf 3. Қарап өтейік ал. Не деп тұрған бұл Golf'тың? Өзінің Golf екен деп қойайын ба? Өзінің бекен Gülüke? Маған ұнамайды гольф деген. Ұнамайды. Біздің көрермендерге көрсету міндетіміз. Gülüke бізге ұнамағанымен мінекей тап-таза алып қойып тұр, жуып сүртіп. Жағдай осы 94 жылғы 1.8 объемы 2.650.000 теңге сұрап тұр. Пробег родной деп қояды. Телефон жазып тұр. Үстімізге қалдырсыз. Пробег родной? Иә. Ішінде спидометрде көрсетілген сол дұрыс деген сөз ғой енді. Міне дейді Мерс. Мерседесті көпше айналып нағыл деген. Міне. Қазір. Мінекей. Қазір қарайық. Мінекей. Şu olsun. Aldı artı жанында. Gidiyor. Күйеу. Қазір бағасын көрейік. 3.100.000 деп тұр, 95 жылғы. Мерс S220 дейді. Телефон номер жазып тұр. Объем 2.2. Осы жағдай. Мына Mazda. Көрейікші былай қараған, сыртынан қараған, тың сияқты. Сосын қасында Toyota тұр, соны көрсетеміз. Mazda 97 жылғы дейді, объем 2, механика 2.600.000 дейді. Кондиционер турбо дейді. Телефон номер жазылып тұр. Сол номерге хабарласасыздар, егер ұнап жатса, саудаласамыз десеңіздер. Мынау іші Mazdaның жағдайы мінекей. Тағы жерін көрсетейін. Поликтерінде, поликтер міне. Есігі міне дейін. Осы жағдай. Сыртқы күйі мінекей, алды артынан қарағанда. Осы жағдай. Міне Toyota қасында тұрған. Қазір бірінші бір айналып түсайық. Басқаша екен да, кішкене. Алды артын неге? Қай жері? Томпақ тома. Солай көрініп тұр ма? Қарап шығайық. Карина Е дейді ғой. Неге олай болып тұрған дейін бе? Міне багажы. Осы жағдай. Ұштатқан ол багажын. Тағы не өстік? Жанын алды артын. Ішінде адам отыр. Қазір мына жерін панельдерін өршіп жіберейін. Панель. Осындай. Есігі. Көптістер. Қазір бағасын көрейікші. Қанша? 2.350.000 деп тұр. Механика, беступка, 1.8 объемы. Toyota Карина Е дейді, 97 жылғы. Номер жазылып тұр. Осы номерге хабарласасыздар.